Баршаңызға сәлем. Менің есімім Гүлбану. Мен сіздерге бүгін балалар сүйіп жейтін фридің рецебін өзім дайындаған бойынша рецепт түсірген едім. Қабыл алыңыздар. Осылай балаларыңыз рахаттанып жейтін болады. Ол үшін бізге осылай картошканы қабығын ашып жақсылап жуып аламыз. Менде осылай 7-8 картошка болды. Енді өздеріңізге үйде қанша адам бар, соған қарай картошканы қоссаңыздар, я болмаса азайтсаңыздар болады. Осылай жақсылап жуып аламыз картошкаларымызды. Сосын оны осылай соломка етіп турап аламыз. Суда тұру керек, өйткені егер картошка суда тұрмаса бір-біріне жабысып қалады. Сол үшін суға 5 минутқа салып қойсаңыздар, өте жақсы болып піседі. Өйткені картошканың крахмалы кету керек. Егер крахмалы кетпесе, бір-біріне жабысып, әдемі болып піспей қалады. Сол үшін картошканы суға салып қойыңыздар. Негізі кез келген, мысалы кафе, ресторандарда фри жейді ғой балдар. Бірақтан анасының дайындағандай қылып жемейді деп ойлаймын. Өйткені ана балаларына деген мейіріммен пісіргендіктен оны үйде рахаттанып тойып жейді. Міне осылай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай қызарғанша пісіріп алдым. Осылай легеннің бетіне майда сорып алатын қағаз төссеңіздер болады. Осылай барлық піскен фриларды бір табаққа салып, кішкене тұз қостым және қызыл бұрыш қостым. Балалардың өтініші бойынша қызыл бұрыш қостым. Қызыл бұрыш қоспасаңыздар да болады. Осылай табақ күйінде, табақтың ішінде араластырып, тарелкаға салып, алдын ала осыны кетчуп құйып алған болатын. Міне осылай балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте керемет дәмді болып шықты деп ойлаймын. Балаларым бір минутқа жеткізбей тауысып тастады. Сіздер де жасап балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, мен өте қатты қуанып қаламын. Бұдан кейін де әдемі рецепттер шығады.